Бүгін 2 желтоқсанда бізде тарих апталығының ашылуы өтіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тарих апталығынан не күтесіз? Сәлеметсіз бе? Тарихты білмей болашақты болжау мүмкін емес деген сияқты тарих апталығы өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Тарих апталығына 5 мен 11 сыныптың аралығындағы оқушылар барлығы белсенді қатысып, түрлі тарихи ойындарға, зияткерлік ойындарға қатысады деп сенемін. Бұл апталықтың мақсаты оқушыларды өз тарихымызға жақындату, маңызды оқиғаларды тереңірек түсіндіру және тарихи тұлғалардың рөлін көрсету. Как думаете, что даст вам неделя истории? Я считаю, что декада истории основы права дадут нашим ученикам углубленные знания по предметам и вызовут огромный интерес к нашим предметам истории Казахстана и основ права. Расскажите свое мнение о сегодняшней декаде. Сегодня в нашей школе была открыта декада истории по теме «Независимость – наше бесценное богатство». Если сказать свое мнение, то я считаю, что сегодняшнее мероприятие, наше открытие прошло очень хорошо, организованно, красочно. Я думаю, оно всем понравилось. А главное, что учителя истории мы остались довольны тем, что мы сегодня провели. Апталықтан қандай жаңа нәрсе білгіңіз келеді? Мен осы тарих апталығынан жаңадан тарихи тұлғалар туралы көбірек ақпараттар білгім келетін еді. Мысалы, тоқталғанда олардың еңбектері туралы, олардың өмірбаяндары туралы, сол еңбек жолдары туралы көбірек ақпарат білгім келеді. Что вам нравится в изучении истории? Мне нравится, что история помогает понять прошлое и почему все сейчас так устроено. Қай тарихи тақырып сізге ең қызықты? Маған ең қызығы Керей мен Жәнібек, өйткені қазақ хандығының негізін құраған Керей мен Жәнібек. Сондай-ақ оқушылар үшін тарихи викториналар, дебаттар, эссе байқаулары және интерактивті ойындар ұйымдастырылған. Әр сынып белсенді қатысып, өздерінің шығармашылық жұмыстарын ұсынуда. Бұл нөмір 186 жалпы білім беретін мектеп. Тарих аптасы әлде жалғасады, сондықтан қызықты сәттерді бірге тамашалайық.